Сәлеметсіңдер ме 8-ші сынып оқушылары. Бүгін біздер қазақ тілі сабағынан 1-ші тоқсанға арналған бірінші БЖ тапсырмаларын орындайтын боламыз. Бөлім көне түркі жазбалары және қазақ жазуы, орфография. Бірінші тапсырма. Келесі жылдан Қазақстанда көне руна жазуы күні мемлекеттік деңгейде атап өтіледі. Бұл жөнінде бүгін Астанада өткен түркі жазбалары мен әдеби күндерінің аясында Кемек мемлекетінің 1100 жылдығына арналған Еуразия қыпшақтары, тарих, тіл және жазба ескерткіштері халықаралық ғылыми конференциясында түркітанушы ғалым Алдан Смайыл мәлім етті. Көне жазулардың тарихын мектеп оқушылары білмейді. Біз соны осы күнге дейін тереңдетіп оқыта алмай отырмыз деп өзінің ойын пікірін білдіреді. Енді осы мәтін бойынша сұрақ берілген, соған назар аударайық. Берілген мәтінде не жайында айтылуы мүмкін, қандай мәселе көтерілуі мүмкін? Жауабы: берілген мәтінде Қазақстан руна жазуы мемлекеттік деңгейде атап өтілетіндігі жөнінде айтылған. Сонымен қатар түркітанушы ғалым Алдан Смайыл көне жазулардың тарихын мектеп оқушылары білмейді. Біз соны осы күнге дейін тереңдетіп оқыта алмай отырмыз деп осы мәселеге қозғау салады. Астанада өткен Еуразия қыпшақтары, тарих, тіл және жазба ескерткіштер конференциясында осы мәселені көтереді. Оқушылар мәтіннің жалғастан назар аударайық. Бұл жерде мәтіннің ұзындау бөлігі берілген екен. Сіздер оны өздеріңіз оқып аласыздар деген ойдамын. Біздер бірден жауабына көше берейік. Жауабы өз жауабыңызбен салыстырыңыз. Шын мәнінде мәтінде қандай мәселе көтерілді? Ғалым не үшін қынжылады? Ол қандай ұсыныс білдірді? Үшінші сұрақтың жауабы: берілген мәтінде ғалым руна жазуларының күндерін ғылыми тұрғыдан болсын, салтанатты түрде болсын, әйтеуір өткізу жөнінде мәселені үкіметке хат жолдап көтереді. Хатта ғалым славян елдері славян жазуы күнінің халықаралық деңгейде аталып өтіп жүргенін айта отырып, руна жазуы күндерінің осындай биік халықаралық деңгейде атап өтпеске деп қоғамға ой тастап мәселе көтереді. Ары қарай тағы екінші сұрақтың жауабы: ғалым өз сөзінде славян жазуы күндерінің халықаралық деңгейде тіпті Қазақстанда да атап өткен, ал руна сына жазуы туралы әлі күнге толық қанды зерттеліп тіпті аталып өтілмей жүргендігі жөнінде қынжыла сөз қозғайды. Негіз руна жазуына неге дәріптемейміз деп ұсыныс білдіріп, түркітанушы ғалым ой тастайды. Оқушылар, байқасаңыздар, мәтін 3 бөлікке бөлінген. Бұл негізгі бөлімі болатын. Енді қорытынды бөліміне тоқталып өтейік. Соңғы мәтінде де осындай сұрақтар берілген. Ғалымның мақұлданған жауап алдық дегені нені аңғартады? Сіздіңше мәселенің шешімі қандай болады? Жауабы: ғалым көтерілген мәселеге байланысты премьер-министрге сауал жолдай отырып, сына жазуының жалпы түркі жазуының тарихы мектептерде, жоғары оқу орындарында жергілікті деңгейде оқыту керектігі жайында айтты. Ғалым мақұлдаған жауап алдық дегені Қазақстанда жыл сайын сына жазуы күнін атап өтуіміз керек. Осыған тек қана біз емес, түркі елдерінің ынтымақтастық кеңесі, халықаралық түркі академиясы, түркі тілдес елдерінің парламенттік ассамблеясы күшін бірікте отырып түркі әлемінде өткізу туралы ұсыныс жасаған едім деген ұсынысын аңғарамыз. Сіздіңше мәселенің шешімі қандай болады? Мәселенің шешімі оң шешім тауып, ғалымның жолдаған ұсыныс пікірі қолдау көрсетіп, руна жазулары көне түркі тілдес халықтар арасында атап өту жөнінде ұсынысы мақұлданады. Енді бұл жерде мәтін толығымен аяқталады. Екінші тапсырмаға назар аударайық. Берілген мәтіндегі астарлы ойды анықтаңыз. Берілген мәтінде руна сына жазуы, оның шығу тарихы жайлы, қазіргі таңдағы көне түркі жазуының мәселесі туралы сөз қозғалады. Сонымен қатар руна жазуы күндерін халықаралық деңгейде атау жөнінде ұсыныс пікірі айтады. Оқушылар, біздер осы сіздермен 1-ші тоқсанның 1-ші БЖ-сын талдаған болатынбыз. Сіздерге ұнаса лайк басып, комментарий жаза кетіңіз.